Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2015 жылы жарық көрген «Безродные звери» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Африканың бір елінде азаматтық соғыс басталды. Агу есімді бала оқыған мектеп бұзылды. Енді балалар қалай көңіл көтеруді өздері ойлап табуы керек. Мысалы, экраны жоқ ойдан шығарылған теледидарды көру. Бірақ мұнда актерлардың орнына өздері болады. Агу басқа босқындармен бірге қауіпсіздікті нигериялықтар қамтамасыз ететін буферлік аймақта тұрады. Жанашыр әскери жігіт бұл қоқысты тамаққа айырбастауға келісті. Анасы Агу мен оның інісін тамақтандыру үшін көп жұмыс істейді. Әкесі мұғалім болған, бірақ қазір босқындар мәселесімен айналысуда. Ағасы тек бұлшық еттері мен шаштарына қамқорлық жасайды. Кейде Агу оған шашын жууға көмектеседі. Жігіттер бұтақты кесіп тастап, жолды жабу үшін жолға лақтырды. Тек бірнеше тауықтың ақысы үшін олар көліктерді өткізіп жіберуге дайын болды. Кейін балалар бұтақты жолдан алып тастады. Кенеттен Агудың отбасын және барлық жергілікті тұрғындарды жек көретін ессіз әйел оларды қарғай бастады. Агу атасына шам жанып тұр, бірақ үйде ешкім жоқ деді. Кешкі ас кезінде әкесі теледидардың қорапы алынып тастап, ішкі бөліктері кітаптардың қасында тұрғанын көреді. Осылайша Агу бір телевизордан екі телевизор жасады. Радиодан алаңдатарлық жаңалықтар хабарланды. Көтерілісшілер елдің бақылауын жеңіп алды. Әскери хунта билікті өз қолына алды. Бронды көліктерге мінген қарулы адамдар ережені бұзып, буферлік аймаққа кірді. Ал қауым шіркеуге жиналып, әрі қарай не істеу керектігін шешуде. Әйелдер мен балалар шұғыл түрде жаппай қауіпсіз жерге жеткізілді. Агудың анасы онымен және кіші баласымен кеткісі келді, бірақ жүргізуші баланы алып кетуден бас тартты, өйткені орын қалмады. Агу жылады, ол ер адамдармен бірге қалуға мәжбүр болды. Қала көшелерінде ұрыс жүріп жатыр. Қарақшылар бейбіт тұрғындарды ойланбастан ата бастайды. Ғимараттардың біріне жасырынған отбасы кенеттен оларға зеңбірек көзделгенін көрді. Көпшілігі үрейленіп, сыртқа жүгіріп шықты. Оларды бірден атып тастады. Қалған сарбаздар мен үкіметті тізе бүктіртіп жауап алды. Жергілікті тұрғындарды бір әйел анықтауы керек. Олардың өмірлері бір жынды әйелдің қолында болып шықты. Ол олардың ешқайсысын танымайтынын, яғни жау екендерін айтты. Командир олардың бәрін өлтіруді бұйырды. Әкесі мен атасы бірден көз жұмды, ал Агу мен оның ағасы қашып құтыла алды. Бірақ оларды қуып жетіп, арттарынан оқ ата бастайды. Көп ұзамай ағасының бетіне пулемет оғы тиді. Енді Агу өзі жалғыз қалды. Ол орманда аралап, жерге отырып жылай бастады. Келесі күні Агу қараусыз қалған лашыққа тап болды. Бірақ ол ішінен ештеңе таба алмады. Тіпті отты да жаға алмады. Ол жапырақтарды жей бастады. Көп ұзамай бала құсып, джунглиде тағы біраз уақыт ауырды. Ол көтерілісшілер тобының бірінің әскерінің құрамында болған қарулы жасөспірімдер тобына тап болды. Оны бас коменданттың алдына әкелді. Ол баламен не істеу керектігін шешіп, оның мұнда қалай келгенін сұрайды. Және Агу бәрін айтып береді. Сол үкімет әскерлері оның әкесі мен ағасын өлтірген. Комендант оны өсіріп, отбасынан айырған әскерден кек алатын жауынгер етемін деп шешті. Балаға джунгли арқылы сүйреп апаратын оқ-дәрі салынған қорапты берілді. Біраз уақыттан кейін олар лагерге жетті. Агу және басқа да жасөспірімдер әскерге шақырылды. Жақында балалар сарбаздарға айналуы керек. Кейіпкерімізді шетке алып, оны басқа жасөспірімге үйретуді бұйырды. Айналадағылардың бәрі Агудан басқа ботқа жейді. Ол да тамақ сұрады, бірақ бұл сарбаздардың тек күлкісін келтірді. Оны орындықта тұрып, сәлем беруге мәжбүр етті. Ол коменданттың үйіне Страйка есімді баланың кіргенін көрді. Оқу кезінде әскерге шақырылғандарға пулеметтердің орнына таяқтар берілді. Көтерілісшілер балалардың сана сезімінде де жұмыс істеуді ұмытпады. Олар табиғи байлықтан айырған қазіргі билікті мойындаудан бас тартады. Соғыс алаңында жауынгерлер миссия туралы ойламайды. Оларға тек қауіп төндіретін кез келген адамдарды құртулары керек. Бос уақытында сарбаздар кез келген сәтте төбелеске айналуы мүмкін футбол ойынымен көңіл көтереді. Әскердің коменданты жай ғана командир емес, сонымен қоса артықшылығы бар тәлімгер. Оның халқы ескі үкіметке де, әскери хунтаға да қарсы күресуде. Агу үшін қатарға кірудің уақыты келді. Бала көпшіліктің арасынан таяқтың соққыларынан жүгіріп өтуі керек.
Сынақ кезінде соққыдан құлаған жігіт есінен танып қалған соң, оны шетке апарып тамағынан кесіп тастайды. Агу қайта мықты болып туылсын деп, оны жерге көмгендей болды. Сынақтың соңғы кезеңі пулеметтер оқтарға толтырылып атылды, бірақ олар холостой болып шықты. Комендант жігіттерге енді олардың жаулары қолайсыз екенін айтты. Осыған орай бастықтың айтуынша қызық бітті. Енді олар төбелеске шығады. Көтерілісшілердің жаулары ештеңені таппауы керек, сондықтан лагерь өртеніп кетті. Ал Агу басындағы бір қорап патронымен қайтадан джунгли арқылы жүре бастады. Көпірге жеткен партизандар тұтқиылдан шабуыл жасады. Көп ұзамай көлік колоннасы пайда болды. Оның алдынан гранатомет ұстаған жігіт жүгіріп шығып, бірінші көлікті жарып жіберді. Солдаттар қалған көліктерді атқылай бастады. 10-нан астам адам келесі әлемге жіберілді. Біреуі қолға түсті. Комендант тұтқынды өлтіру арқылы бастап алатын уақыт келді деді. Ер адам болса инженермін, тек бұл жерде жұмыс жасап жүрмін деп жалбарынады. Бірақ комендант оны тыңдамады. Оның орнына ол балаға мачете беріп, оның алдында әкесі мен отбасын өлтірген адамды елестетуді сұрады. Агу бірінші әлсіз соққыны жасады. Тәжірибелі страйка шығып, қалай соққы жасау керектігін көрсетті. Тұтқын жерге құлаған кезде жігіттер ер адамды былжыраған етке айналдырғанша соққы беруді жалғастырды. Осыдан соң Агу мылтығын алуға лайық болды. Мылқау досы оған өлілерден алынған форманы берді. Кіші жауынгерлер дос болды. Өлтірудің қажеті жоқ кезде олар қарапайым балалар сияқты ойнайды. Аспанда тікұшақ ұшып, бәрі бірден шөпке тығылды. Түнде ауылдарын жау әскері басып алып, халықтың көпшілігін қырып салған босқындар лагерге келді. Онда біз ауылды босатамыз, деді комендант. Ауылға шабуыл жасау кезінде Агуға ғажайып түрде оқ тимей қалды. Командирдің орынбасары басқаратын батальонның бір бөлігі ғана шабуылға шықты, ал негізгі күштер ауылдың шетінде тұр. Комендант жау позицияларын минометпен қалай ұрғанын көздегіш арқылы көрсету үшін Агуды және страйканы шақырды. Комендант қалған сарбаздарды шайқасқа аттандырады. Олар көпірді басып алуға ұмтылды. Іске гранатомет пен пулеметті қосылды. Агу бірінші рет адамдарға қарудан оқ атты. Сәтті шабуылдың нәтижесінде жау ауылдан қуылды. Көтерілісшілер бұл оқиғаны жеңіс биімен атап өтті. Бірақ олар қалталары бірден тексерілген 11 жауынгерінен айырылды. Комендантқа егер ол қаланы басып алса, генерал шенін алады деп уәде берген. Ер адам өзіне Агуды шақырып, елордаға жақындап келе жатқанын айтады. Сосын баланы жатын бөлмеге шақырып, сыйлық беріп, оның ерекше екенін айтып өтті. Бірақ содан кейін тізерлетіп, бұрын страйка жасаған нәрсені істеуді бұйырды. Досы оның көз жасын көріп, Агудың бастан өткерген жамандығын болжап, оған отқа жетуге көмектесті. Әскерлер өз жолын жалғастыруда. Сарбаздар қалаға жақындап, далада жүрген бейбіт тұрғандарды ата бастады. Қанды қырғын қаланың ішінде жалғасты. Көшелерде ондаған денелер жатыр, ал Агу үнемі нашақор заттарды қабылдағандықтан, ол айналасында болып жатқан тозақты күлімсіреп қабылдайды. Бала бір бай үйге кірді. Тазалау кезінде отряд қызымен бірге шкафта жасырынып жатқан әйелді тапты. Агу тізе бүгіп, оны анасы деп құшақтап алды. Содан есін жиып, бейтаныс адамды бақсы деп айыптады. Олар қызды әйелдің қолынан тартып алып, аяғымен ұрып соқты. Қалған жігіттер болса, әйелді төсекке лақтырып, байлап қойды. Бірақ Агу олардың көңілдерін құртып, оны атып тастады. Қалада ешкім тірі қалмады, ал соңғы 2 тұрғын тістеріне граната салынып өлтірілді. Маңызды көзқараспен жауынгерлер ОПС штаб пәтері орналасқан үлкен қалаға келді. Дегенмен, басшы алдымен комендантпен емес, кейбір азиялықтармен кездескенді жөн көрді. Кеш батты, бастық тек костюм киген шетелдіктерді ғана қабылдап, өзінің адал офицерін күтуге мәжбүр етті. Нәтижесінде компания күту залына отырғызылып, әрқайсысына бір қап су берілді. Ақырында келесі күні таңертең комендантқа жоғарғы қолбасшымен кездесуге рұқсат берілді. Сарбаздарға олар үстелде қалған тамақты жеуге рұқсат берді. Гудблат есімді бастық жанжал туралы бүкіл әлем мен ұйымдарының білгенін айтты. Енді топтаманың істерін жасырын түрде ұстау керек. Олар мемлекеттің астанасына бармайтын болды. Ол генерал алмады, ал оның батальонын енді командирдің орынбасары басқарады. Осы кезден бастап комендант күзет бастығының орынбасары лауазымын алды. Ол жалақысы туралы және қанша ресурстар алатынын сұрады. Бастығы, ол тек жауынгер және оның міндеті мойын сұну деп жауап берді.
Комендант бүгін мереке болатынын айтып, сарбаздарды әлдебір көзге түспейтін барға апарды. Балаларға жылы сыра берілді. Командирдің орынбасары кеткісі келді, бірақ бастық оны жібермеді. Әрқайсысы бір қыздан алды, ал ең кішкентайлары қару-жарақтарды күзетуге қалды. Кенет атылған дыбыс шықты. Бір келіншек тапаншамен ойнап жүріп, командирдің орынбасарына оқ атқан екен. Ол оның бәрі комендант ойластырды деп есептейді. Жезөкшелер үйінің иесі мен кінәлі қызды бірден атып тастап, қалғандарын өздерімен бірге алып кетті. Командирдің орынбасары қайтыс болар кезде, ол Агуның қолын алып, мұның бәрі бекер екенін айтты. Батальонда ауыстыру рәсімі жерлеуге ауыстырылды. Бірден комендант бұдан былай олардың жауы жоғарғы қолбасшысы екенін хабарлады. Олар аумақтарды алып, қалталарын толтыруы керек. Ал Агу төбелеспеудің жалғыз жолы өлу деп түйіндеді. Түнде олардың лагері әуе шабуылына ұшырады. Көбісі қайтыс болды, соның ішінде командирдің жаңа орынбасары да бар. Соғыс аяқталып, Агу балалық шақтағы істеріне орала алмайды. Себебі оның барар жері жоқ. Тамақтың жоқтығынан олар шегіртке жеуге мәжбүр болды. Отряд тоқтауға тұрақтағанда қайта атыстардың дауысы естілді. Белгілі бір себептермен страйка ары қарай жүруден бас тартады. Белгілі болғандай, бала ауыр жарақат алыпты. Досын құтқару үшін Агу оны арқасына салып алды. Ол қатты шаршады, бірақ бәрібір жолын жалғастырды. Бір кезде ол досының өлгенін түсінді. Кішкентай жауынгердің денесі жапырақтармен жабылып, джунглидің ортасында қалдырылды. Бұрынғы солдаттар терең окоптарда отырды. Мұнда ұзақ уақыт бойы не істеп жатқандарын олар түсінбеді. Ал Агу пулеметтің патрондарын сүйреп апаруы керек болды. Бірақ оқ дәрі де таусылды. Комендант Агуды ұлы деп атайды, яғни бала әкесін қорғауы керек. Жаңа командирдің орынбасары комендантқа олардың кететінін айтты. Сарбаздар бірнеше айдан бері осы жерде алтын кенішінде отыр. Олар ешқандай алтын таппады. Ал енді олардың жауды ататын оқ дәрілері де таусылды. Ақша жоқ, тамақ жоқ, адамдар күн сайын ауырып өлуде. Бұл ақылсыздық. Комендант өз халқын қорқытып, оларды не түрме, не өлім күтіп тұр деді. Себебі олардың барар жері жоқ. Ал комендант болса, олардың болашағы өзі деді. Командирдің орынбасары бастығына автоматын сілтеді, бірақ оның оқ дәрілері жоқ деді комендант. Кейін Агу автоматының басын өтірік әкесіне бұрды. Ол тізерлеп отырып, атуды өтінді. Комендант оның басына тапанша тақап, сен бас тартуға дайынсың ба деп сұрайды. Иә деп бала жауап береді. Онда бұл жерден кет деді бастығы. Сәтсіз генерал өз адамдарын жіберді. Оның ойынша, олар оның алғашқы қоңырауын естіп қайта келетін болады. Коменданттың жанында бірде-бір адам қалмады. Жоғалған балалар алғашқы мүмкіндікте ақ ООН әскерлеріне берілді. Ең кішкентайларын түнде көлікке салып, қалғандарын құмға жатқызды. Біраз уақыттан кейін Агу елдің қауіпсіз аймағындағы миссионерлік мектепте болды. Бала дамып келе жатқан балалардың аулақ жүреді. Түнде оны қорқынышты түстер үнемі мазалайды. Ол өлі денелердің иісін өмір бойы есіне сақтады. Жігіттердің тамағы, шаңырағы, білім алуға мүмкіндігі бар болса да, олардың кейбіреулері қайтадан соғысқа аттанды. Агу психологқа жауға қарағандай қарайды. Өйткені ол соғыстың не екенін біледі. Бала қорқынышты нәрселерді көріп, қорқынышты істер жасаған. Сондықтан егер ол бұл жайттар туралы айтса, бұл оны да, психологты да ренжітеді. Содан кейін әйел оны хайуан немесе шайтан деп ойлай бастайды. Ал оның бар тілегі осы өмірде тек бақытты болу ғана. Ақыры Агу ойнап жүрген балаларға қарай жүгірді. Ол жаңа өмір бастауға тырысады.